Армысыздар. Сіздермен бірге мен Мерген Тоқсанбай. Бұл барометр айдары. Бүгінгі тақырып Ауғанстан. Он 15 тамызда талиптер, яғни Талибан қозғалысы Ауғанстанды тұтасымен басып алып, билікті өз қолдарына алды. Ауғанстан президенті Ашраф Гани елден безе қашты. Шетелдік дипломаттар мен азаматтар, сондай-ақ ауғандардың өздері де елден босып жатыр. Ауғанстандағы ахуал әлемді алаңдатып отыр. Талиптер деген кім? Әуелі осы сұрақты анықтап алайық. Жергілікті пушту тілінен аударғанда талиптер медресе оқушылары, шәкірттер деген мағына білдіреді. Мәселенің мән-жайын білу үшін тарихқа көз жүгіртейік. 1989 жылы кеңес үкіметі Ауғанстаннан әскерін шығарады. Осыдан кейін елде азаматтық соғыс басталып, 1992 жылы бүлікшілер коммунистік режимді жақтаушы Мохаммад Наджибулланы биліктен қуады. Алайда азаматтық соғыс мұнымен тоқтамайды. Жоғарыда атап өткен Пәкістанның Диабад сынды діни оқу ордаларында білім алған жастар Талибан қозғалысын құрады. Олардың мақсаты ауған қоғамын ислам ту астында құру. Талиптер қозғалысын Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі террористік ұйым деп таныған. Бұл Қазақстанда тыйым салынған экстремистік қозғалыс. Бұл қозғалыс 1996 жылы Кабулды басып алып, 2001 жылға дейін Ауғанстанның барлық дерлік бөлігін басқарып тұрды. Қалай дейсіздер ғой? Дін тұрғысынан. Талибан билігі тұсында әйел адамдардың құқығы тапталды. Оларға оқуға, білім алуға, ер адамның рұқсатынсыз үйден сыртқа шығуға тыйым салынды. Сондай-ақ ұрлық жасағандарға қатаң жаза қолданылды. Мәселен, олардың саусақтарын кесті, қолдарын кесті, және осы саусақ кесу мен қол кесудің түрлі тәсілдерін ойлап тапты. 2001 жыл 11 қыркүйек Әл-Каида террористік ұйымы Нью-Йорктегі халықаралық сауда орталығына әуе шабуылын жасап, теракт ұйымдастырды. Теракт ұйымдастырған Усама бен Ладен талиптерге барып бас сауғалаған. Талиптер оны жасырған. Талиптер билігін құлату үшін ақш және оның жақтастары мызғымас бостандық операциясын құрып, ауған жеріне әскерін кіргізеді. ақш әскері Ауғанстанда 20 жыл бойы болған. Олар осы жылдар ішінде сайлауларды бақылады. Атышулы Усама бен Ладенді өлтірді. Ауған қауіпсіздік күштерін қолдады. Алайда талиптердің түбіне жете алмады. ақш президенті Джо Байден 2021 жылдың 14 сәуірінде Ауғанстаннан әскерін толық шығаратынын мәлімдеді. Неге? Себебі Доха қаласында ақш пен ауған билігі өзара келіссөздер жүргізді. Оның нәтижесі қандай болу керек еді? Нәтижесінде ақш ауғаннан кетеді, ал жергілікті жауынгерлер террористерге жаттығу базаларын бермеуге тиістеді. Алайда келіссөздер сәтсіз аяқталады. Дей тұрғанмен Америка әскерін Ауғанстаннан бәрібір шығарады. Қашанда біз келу үшін кетеміз деген ұранмен жүретін Америка Ауғанстанға қайта орала ма? Олардың қандай ойы, қандай жымысқы саясаты бар? Оны көре жатармыз. 2021 жылы талиптердің басқыншылығы басталғалы бері Ауғанстаннан 400 мыңнан астам адам қашты. Айтпақшы, Ауғанстандағы Ресей елшілігінің баспасөз қызметкері Никита Ищенконың мәліметіне сенсек, президент ақшаға толы 4 көлікпен қашты. Қаражаттың екінші бөлігін тікұшаққа толтыруға тырысқан. Алайда түгелімен сыймаған соң қалғанын әуе алаңында қалдырып кетеді. Соңғы 3 күнде босқындардың саны тіпті артты. Осы ретте ақш президенті Джо Байден босқындарға көмек ретінде $500 миллион бөлді. Бұл туралы Ақ үй хабарлады. Пентагон өкілдері ақштағы Вирджиния, Техас және Висконсин штаттарында ауғандық эвакуацияланған 22 мың азаматты қабылдауға дайын. Сонымен қатар өзге мемлекеттер де көмек көрсетуге әзір екенін білдірді. Содан ауған азаматтары Хамид Кирзай атындағы Кабул әуежайына ағылады. Азаматтар әуежайға, ұшақтарға баса көктеп кіріп жатты. Мақсаттары елден қашу, басқа мемлекеттерге бас сауғалау. Ұшақтың ішіне сыймағандар ұшақтың үстіне, қанатына, тіпті шассиден ұсталып қалмақ болған. Мына кадрлардан адамдардың әуеден құлап жатқанын көруіңізге болады. Ақыр соңында 13 адам қаза тапты. Олардың 4-еуінің денесі тұрғын үйлердің төбесінен табылды. Бұл адамдар аман қаламыз деп ойлады ма?
олардың басқа амалы қалмады. Олар елдегі саяси режимнің қандай болатынын алдын ала білді. Және де талиптердің билік басқаруы ауғандардың әлі де есінде. Талибан қозғалысының ресми өкілі Мұхаммед Наим Аль-Жазира телеарнасының эфирінде 20 жыл бұрын тұтанған соғыстың тоқтағанын мәлімдеді. Сондай-ақ талибандар Ауғанстанның атын Ислам Эмираты Ауғанстан деп өзгертеді деген ақпарат та бар. Ауғанстанның 300 мың әскері бар. Сонымен қатар оларға ақш көмектеседі. ақш соңғы 20 жылдың ішінде Ауғанстан әскеріне 88 миллиард доллар қаражат құйған. Алайда талиптер 70 мың әскерімен Ауғанстан билігіне келеді. Бұл жерде заңды сұрақ туады. 300 мың ауған әскері 70 мың талиптерге неге қарсы тұра алмады? Жауап Ауғанстандағы жемқорлық. Олар әскер санын өте көп қылып көрсеткен. Шынына келген кезде 60-70 мың ғана әскері бар. Бұл ақпаратты Талибан билігінен қашқан әскерилер таратып жатыр. Сондай-ақ Ауғанстанның бұрынғы әскери адамдары Талибан билігінің ықпалына көніп, солар жаққа қашып жатқан көрінеді. Айтпақшы, жемқорлық біздің елде де бар. Көршілес мемлекеттер мен Азия елдері өз қорғаныстарын күшейтіп жатыр. Қытай мен Ресей Талибанның билігін мойындауға ниетті. Ресей өз елшілерін ауған жерінен эвакуацияламайды. Себеп талиптер Ресей өкілдерінің қауіпсіздігіне кепілдік береді. Ал Қытайдың баспасөз хатшысы Хуа Чунин Қытай ауған халқының өз тағдырын өз бетінше анықтау құқығына сыйластықпен қарап, Ауғанстанмен достық қарым-қатынасты дамытуды жалғастыруға дайын деді. Талиптердің билікке келуі Қытай үшін тиімді. Неге? Себебі Қытай мен Ауған шекарасындағы НАТО әскері кетті. Қытай ауған жері арқылы өзінің басты энергетикалық көзі Иранға еркін бара алады және орталық Азияға ықпалы арта түседі. Қазақстанда әскери нысандардың диверсияға қарсы қауіпсіздігін күшейтті. Бірақ дәл қазір Қазақстанға әскери қорғанысқа қарағанда идеологиялық қорғаныс керек. Талиптер әуел өздерінің ішкі шиеленісін шешіп алсын. Алайда Қазақстан билігіне де қол қусырып қарап отыруға болмайды. Жақын арада босқындарды жаппай қабылдау басталады. Біздің елде Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясына сай босқындарды қабылдауға міндетті. Міне, осы кезде абай болу керек. Босқындардың арасында содырлардың, теріс пиғылды адамдардың болмауына кім кепіл? Себебі талиптер билікке келісімен түрмедегілерді босатып жіберді. Олардың ішінде экстремистер де, содырлар да болуы мүмкін. Сөздің қысқасы, Қазақстан билігі де Ауғанстандағы ахуалды назардан тыс қалдырмауы қажет. Біз де әліптің артын бағайық, талиптің артын бағайық.